Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге құймақтың ең күшті рецептін ұсынғым келеді. Себебі бұған дейін жасаған құймақтарымның біріншілері міндетті түрде жабысып шығатын. Ал бұл жолы мүлде жабысқан жоқ. Біріншісінің өзі жабыспай, өте жұқа, керемет болып шықты. Құрамына қажетті заттарды видеоның астындағы описанияда толық жазып қалдырамын. Ал ендеше бастайық. 2 жұмыртқаға 3 ас қасық шекер қосамыз. Содан кейін оны венчикпен араластырып, оның үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осыдан кейін көпшілігі сүтті құйып жатады. Бірақ бұл рецептің ерекшелігі сол, сүттен бұрын ұнды саламыз. Себебі осы кезде ұнда ешқандай түйіршік қалмай біркелкі болып шығады. Бұл кезде массамыз сәл қоюланады, бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Сүтті аз мөлшерден құя отырып, массамызды біркелкі қалыпқа келтіреміз. Құйған сүтіміз өте жылы болу керек. Осыны мүлде естен шығармаңыз. Себебі сүттің температурасы массаға өте жақсы әсер етеді. 1 стакан сүтті толығымен құйып болғаннан кейін, тура сол мөлшерде су құямыз. Оның да жылы болғаны жақсы. Нәтижесінде осындай сұйықтау қоспа пайда болады. Біз оны 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Содан кейін ғана пісіруге кірісеміз. Табаны сұйық маймен майлап алып, ең алғашқы құймағымызды құямыз. Менде құймаққа арналған таба болмады, сол себепті қарапайым табаға пісірдім. Бірақ соның өзінде ең алғашқы құймағым көріп тұрғаныңыздай мүлде жабыспай, өте керемет болып шықты. Бұдан бұлай тек осы рецептпен жасайтын боламын. Және де сізге де осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан кейін өзіңіз-ақ ұнатып қаласыз. Құймақтарымыз өте жұқа әрі жұмсақ болып пісуде. Құймақтарымыз толықтай пісіп шықты. Дәл осы құраммен 25 штук құймақ шығады екен. Жұқа болғандықтан шет-шеті кішкене қытырлақ болуы мүмкін. Оны жұмсарту үшін бетіндегі бөлігін алып, астына қойып, астындағысын үстіне қою керек. Сол кезде жұмсақ болып біркелкі болып шығады. Мен құймақты балаларға салмасын салып орап беремін. Бірақ сіз өз қалауыңызға қарай бұны жасамай-ақ тек қаймақпен ұсына берсеңіз болады. Бірақ салмасымен берсеңіз, одан сайын дәмді әрі тойымды болады. Мінекей, ерекше дәмді құймақтарымыз дайын болды. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіз. Және видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.